Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Предварительный планмен бекітіліп, ойнатылған объявлениелердің итоғы шықты және оған келісім шарттар жіберіле ме деген көптеген сұрақтар келіп түсуде. Ең алдымен қарап көрейік. Рабочий кабинет, договоры және мои договоры заказчикке кіреміз. Дәл осындай вкладка ашылады. Создать договор батырмасын басамыз, жасылмен белгіленген. Осы жерде выберите вид предмета, сізде қандай услуга ма, работа ма, товар ма, товар болса товарды таңдаймыз. Тип пункт плана превышающий финансовый год немесе не превышающий финансовый год, қандай объявление ойнаттыңыз, соған байланысты жылға 2024 таңдаймыз. Биыл 2024. Способ закупки сіздерде қандай, запрос ценовое предложение ма, из одного источника по несостоятельной закупкам ба, открытый конкурс па, немесе второй этап конкурса используем рамочное соглашение ма, соны нақтылап алыңыздар, қай способты ойнаттыңыздар. Біздер қазір запрос ценовое предложение таңдап көрейік. 2024 запрос ценовое предложение, товар, закуп не превышающий финансовый год дейміз. Поискті басамыз. Бізде міне электроэнергия ойнатылды, соның итоғы шығып тұр. Бір поставщик ұтқан екен. Соған мына жерге галочка батырмасын басып, жасыл кнопкаде создать договор батырмасын басамыз. Бұл жерде қарасаңыздар, предварительный планмен келісім шарт жасалмайды деп тұр. Ол үшін біздер қайтадан планды ашып, планды бекітеміз. Госзакуп бойынша немесе жеке кәсіп туралы сұрақтарыңыз болса, осы YouTube каналында барлық видеолар қамтылған. Баға ұсыныстарын ойнату, сотқа беру, конкурсқа беру, келісім шартты бұзу, басқа да видеолар осы каналымнан көре аласыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.